Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай керемет пицца дайындайтын боламыз. Қамыры жұп-жұмсақ, сыры созылмалы. Менің каналыма подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді рецептіне келетін болсақ, ең бірінші бізге жылы су, дрожж, тұз және де кішкене жылымық су қосып, ұнды салып, жақсылап бір масса шығарамыз. Қамыры міндетті түрде жұп-жұмсақ болуы керек, себебі сіз қамырды қатты билеп қоятын болсаңыз, жаңағы пиццаның қамыры қатты болып, жеуге ыңғайсыз болады. Осылай илеп жатқанда арасына май құйып жіберіңіз. Қамырды дәл осылай илеп болғаннан кейін жылы жерге 20 минут немесе жарты сағатқа қоясыз көтерілгенше. Оған дейін біз жаңағы пиццаның үстіне қоятын подливін дайындайтын боламыз. Мен постоянно фаршпен дайындаймын. Кішкене майға фаршты қуырып, тұз, приправа қосасыздар міндетті түрде. Томат қосып қызартуды да ұмытпаңыздар. Енді соусты дайындайтын боламыз. Соус үшін томат, кетчуп, приправа, сояны қосып жақсылап араластырамыз. Газдан түскен фаршты бір ыдысқа салып суытамыз. Сосын дайын болған қамырымызды екіге бөліп, өзіңіз ұнағандай жұқа немесе қалың қылып, тестасын жайып, үстіне томатты құясыздар. Томатты құйғаннан кейін сырды, сосын фаршты, қайтадан сыр сеуіп, болгарский помидор салсаңыздар да болады, өз еркіңіз. Енді міне өздеріңіз көргенде керемет пицца дайын болды. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.